Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Казахша сөйле, өзіңнен баста. Именно с этих слов начинается каждый сеанс голливудского блокбастера на казахском языке «Люди в черном 3». Қара киімділер үш. В кинотеатрах Казахстана. Өзіңнен баста. Начни с себя. Девиз проекта, цель которого — популяризировать государственный язык, расширить сферы его применения, в том числе и в сфере досуга. Для организаторов проекта Ассоциации «Болашак» компании Marvin «Қара киімділер үш» стал вторым голливудским кинопродуктом и первым художественным фильмом, дублированным на государственный язык. Генеральным спонсором проекта выступило акционерное общество «Фонд национального благосостояния Самрук Казына». Фильм стал первым голливудской студией Sony Pictures, дублированным на казахский язык. Картина «Люди в черном 3» переведена на 6 языков мира. Казахский язык — 7-й по счету, на котором заговорили герои фильма. Жұмыс қалғаныңда уәде басқаша болатын. Мен тек ғарыш құпияларын ғана айтқан болатым. Мына блокбастердің компанияның шалған ақшасы $200 миллион. Ол үлкен бизнес проект. Бірақ та осы компаниялар біздің елімізді танымал екенін түсініп, негізгі елбасының сондай жоғары авторитеті болған соң, бірде-бірін тиын олар ақшаны таппайды мынадан. Қазақстанды біліп, осы мемлекетті саясатты қолдап, Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев деген кісіні бәрін дүниежүзінде сыйлайды біледі деп, осындай үлкен үлгі жасап отыр. Бүгінгі күнде Уилл Смит өзі қазақша бірінші рет сөйлейтін болады. Бізде енді негізгі осы жоба біздің ұлттық әл-ауқат ұлттық қоры фонд Самруқ Қазына оған ақша бөліп, осы жоба дүниежүзіне келді. Болашақ қоғамдастығы негізгі девизі өзіңнен баста деп. Өзіңнен баста деген өзің қазақшаны сөйле, балдарың қазақша сөйлет, қазақ тілін әргіне бәр жерде қолда, қазақша жаз, қазақша жиналыс өткіз, достармен отырған қазақша сөйле. Осындай фильмдер, олар бәрі сол үшін арналған. Құрметті қауым, Самруқ Қазына ұлттық әл-ауқат қоры осы сондай үлкен әдемі жобаның бас демеушісі болып шығады. Соған екі үлкен бір сондай себебі бар. Бірінші, өздеріңіз білесіз, біздің қазақ тілі ұлтымыздың ең жоғары саналатын байлық деп ойлаймын. Сол қазақ тілін дамыту, қазақ мәдениетін дамыту мемлекеттік деңгейде сол үшін біз сол қаражат бөлдік. Екіншіден, бұл жеке бизнеске сондай бір үлкен импульс, сондай үлкен жақсы жобаларды, проекттерді қолдау үшін. Самруқ Қазына әрқашанда сондай жақсы проекттерді қолдайтын болады. Дубляж картины осуществлялся на студии звукозаписи «Синематон» в Алматы. В течение второй половины марта в Алматы проводились голосовые пробы. Войс-тесты актеров, которым предстояло озвучить главных персонажей фильма «Люди в черном 3», утверждали специалисты по дубляжу компании Sony Pictures, которые специально для этого прибыли в Казахстан. Как признались специалисты, работавшие над дубляжом картины, фильм на языке Абая получился не менее интересным, чем на языке оригинала, а в целом даже лучше русской версии. Самой сложной задачей было найти актера, который бы справился со скорострельной речью Уилла Смита. После многочисленных проб представители Sony Pictures остановили свой выбор на Азамате Канапияеве. Он единственный, кто справился с поставленной задачей. Мен енді голливудтық фильмнің «Қара киімділердің үшіншісіне» жазған өз басым бақыттым. Әрине, әрбір актердің арманы. Енді мен өзімнің таза осы салада жұмыс істеп жүргеніме 12 жыл болды. Яғни мен бұған кішкене мамандандым деп айталым, бірақ енді өз-өзімді асыра мақтап отқаным емес. Өзімді осындай фильмдерде дубляж жасағаныма өзімді бақытты сезінем. Өйткені әрине голливудтық фильмдерден осымен екінші рет келіп отыр. Бұған дейін тек қазақ фильмдері, өзіміздің қазақ киноларын ғана жазып жүрдік. Біздің кинотеатрларда қазақ тілінен өтсе, мен қуанышты болар едім. Ол әрбір қазақтың мақтанышы болар еді. Өйткені мемлекетіміз бар, тәуелсіз мемлекетіміз, туымыз бар, гербіміз бар, бәрі бар, әнұранымыз бар. Тәуелсіз мемлекетпіз. Сөйте тұра,
кинотеатрларда барлығы орысша жүргеніне мен өз басым қарсы емеспін, бірақ қазақша болғанына мен көп бейілмін. Оған атсалысуға өз басым әрқашанда дайынмын. Өйткені бұл менің қолымнан келеді. Сондықтан өзім осы салада жүргеннен кейін тек соны қалаймын. Біздің мемлекетіміздің қазақ тілі өркендесін десе, солай дұрыс болатын шығар. Енді бұған дейін өздеріңіз білесіздер, көліктер 2 тачки 2-ны жасадық. Ол жерде де қызықты сәттер өте көп болды. Әзірде бұл фильмде өте қуанышты фильм. Енді көңілді, қалай айтса болады, әркімнің көңілінен шығатын фильмді. Бұл енді біз қазақша сөйлеткенімізге біз қуаныштымыз. Енді көрерменнің көңілінен шығады деп ойлаймын. Енді басты арманымыз көрерменнің көңілінен шықса, мемлекетімізде фильмдер, әсіресе шетел фильмдер қазақша болса, 2012-де барлығы қазақша болады деп еді, бастамасы осы шығар деп ойлаймын. Әрі қаратай тағы да көтерілетін шығар, жақсы болатын шығар деп ойлаймын. Накануне казахстанской премьеры фильма с 16 по 25 мая прошла республиканская промо-акция. В рамках ее в парках и торгово-развлекательных комплексах Усть-Каменогорска, Уральска, Талдыкоргана, Кокшетау, Астаны и Алматы было роздано 128 тысяч рекламно-информационных флаеров, рассказывающих о фильме. А 25 мая на территории столичного торгово-развлекательного центра Керуен прошел флешмоб, посвященный выходу на экраны кинотеатров блокбастера «Кара Киндлер Үш». Во флешмобе в столичном торгово-развлекательном комплексе Керуен приняли участие около 100 молодых людей, одетых в стиле героев фильма. Черные костюмы, галстуки и, конечно, очки. Флешмоб стал частью театрализованного шоу, где гости торгово-развлекательного центра увидели инопланетянина, агентов по поимке иноземных существ и импровизированный танец под знаменитый саундтрек к фильму «Люди в черном 3». Впервые песня «Men in Black» прозвучала на казахском языке. Кроме того, в рамках акции прохожие приняли участие в тематической викторине, розыгрыше призов и фотосессии. Нағыз жігіттер қара киім киеді, далада, қалада кездестірген болсаң біздің атымыз. Қара киімділер жердегі біз, ең құпия адамбыз. Уақыт кеңістігін біз шарлағанбыз, өзге ғаламшарлықтардан әлемді сақтап қалғанбыз. Кеймектір керуенде сатып алғанбыз, ұлтқа, елге, діндерге бөлінбей, араздық бөліну, ренішке жол бермей. Бізге төнген ортақ қатерге адамзат бірігіп тойтарыс берейік. Of the darkest of night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't knowing my bees, can I please do what we say? That's the way we kick it. You know what I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're the fearless, and my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black, and the men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Негізінен мен бұл фильмді көргем, бірінші, екінші бөлімдердің енді үшінші бөлім шықты дейді. Ол негізінен қазақша да, орысша да шығып жатыр. Қазіргі жастарға қазақша өте ыңғайлы болғандықтан бізге ол ұнайды. Оны ертең жастар болған көптеген
қызығушылық білдіреді. Тек енді бұл ғана фильм емес, тағы да көптеген фильмдер шығады деген ойдамыз. 22 мая в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная презентации блокбастера. В пресс-конференции приняли участие председатель Совета Ассоциации «Болашак» Бауржан Байбек, заведующий отделом национальных проектов компании «Марвин» Низами Мамедов, директор департамента по связям с общественностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния Самрук Казына» Айдар Махметов, режиссер дубляжа Айгерим Оналбек, актеры Азамат Канапияев, озвучивший Уилла Смита, и Ержан Тусупов, озвучивший главного отрицательного героя Бориса, и представители более чем 20 республиканских и региональных СМИ. В тот же день в столичном кинотеатре «Кинопарк-7» торгово-развлекательного центра «Кируэн» состоялся предварительный благотворительный показ фильма с участием деловых политических кругов Казахстана творческой интеллигенции. Қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тіл деген ақпарат тасымалдаушы ғой. Біздің қазақтар айтады, өнер алды қызыл тіл дейді. Өнердің ең жоғары сатысы тіл деп білемін. Тағы да талай қазақ бабаларымыз айтқан, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады демекші. Бүгін осы қазақ тілін дамыту мақсатында бүгін Болашақ қауымдастығының ұйымдастыру арқасында бейне таспаны көруге келдік. Қара киімділер деп аталады. Бұл менің ойымша үлкен жобалардың бірі. Қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа бұл жақсы тәрбие және де екі жақты бұл жерде қазір дамытып отырмыз. Бір жағынан тілдің мәселесін көтеріп отырсақ, екінші жағынан қазір осы тілге қызығушылықты тартып отырмыз. Атам қазақ айтқан, өзге тілдің бәрін тіл, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Міне бүгін біз осы жерде осы дамыту мақсатта көріп атқан шаралардың куәсі болып отырмыз. Бүгінде тіл жөнінде көптеген ақпараттар, жан-жақты дамулар, тілді көтеру жөнінде мәселелер қозғалып жатыр. Біз міне болашақтықтар осы шетелде көріп келдік. Міне көптеген ұлттар өзінің тілін құрметтейді. Біз де өзіміздің іс жүзінде ісімізді көрсетейік деп осы жобаны қазір тамашалауға келіп отырмыз. Благотворительный показ для журналистов республиканских и региональных СМИ, блогеров и СММ-специалистов прошел 2 июня в кинотеатре «Арсенал». А 6 июня в том же кинотеатре специально для детей, приехавших из различных детских домов и интернатов республики, на художественный конкурс «Мир, который я вижу, жизнь, в которой я творю», был организован благотворительный показ фильма. 19 июня на телеканале «Хабар» очередное ток-шоу «Сунымен Солай Дейик» было посвящено развитию государственного языка. Ключевой темой программы стал проект «Қара киімділер үш». В программе приняли участие организаторы проекта, редактор, укладчик дубляжа, депутаты, государственные и общественные деятели. Бірақ біз оны ұмытайық. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры.